оған жаһанды климаттың өзгеруі, судың, Каспий суының тартылуы бар, суда теңіз суының химиялық құрамының өзгеруі, көптеген сондай факторлар әрине әсер етіп отыр. 3 жыл деп отыр, сол 3 жылда білесіз ғой, балық дейтін миграциясын ауыстырып жібереді, өйткені ол жерде ештеңе жей алмайды ғой. Жаңа 3 жыл деп отырсыз. 3 жылда ол қалыпқа, 3 жылда мүмкін қалыпқа келер, бірақ 3 жылдың ішінде ол деген балықтар қарны ашқаннан ана жерде миграциясын ауыстырып жібереді. Біздің көп балықтар, сол себепті мен шырылдап айтып отқан себебім, көп балықтар Дағыстан, Россияға шетел алып кетіп қалып жатыр балықтарымыз. Баяғы үлкен сазандарымыз жоқ қазір. Бекіре тұқымдас балықтар жойылды, түйелендер қырылды. Ама 3 жыл дейтін масқара ғой, мына сіздер ертең судың бәрін теңізді алып, оңды солды тек лайландырып, шашып кәдімгі. Ана жерде кормовая база дейтін жоғалып кетеді. 3 жыл дейтін қайда миграциясын ауыстырып жібереді ғой бұл дейтін. Орасан зор. Өздеріңіз айтып отырсыздар, өздеріңіз соған жауап беріп отырсыздар. Бірақ сіздер білесіздер оның қаншалықты зиян екенін. Теңізді алып алдыңыздар. Енді келіп соны лайланып қопарайын деп отырсыздар. Қопарып жатсыздар. Жекеменшік қылып кәдімгі. Мен айтып отқаным сол себепті мана көпір салып алдыңыздар. Сосын көпірдің ондай қатты зияны жоқ. Сіздер қазір теңіздің астын қопарайын. Теңіздің астын қопарған кезде ол зияны ол дейтін орасан зор. Бір слайдты көрсетейік деп едік, таба алмай қалдық. Негізі балықтың, бекіре тұқымдас балықтар, басқа қара балықтар, қазір жатқанда қара балық түрлерінің миграциялау жолдары бұл навигациялық каналдың арнаның үстімен өтпейді. Оның өздерінің жолдары бар жүретін. Ол солтүстік шығыс пен солтүстік батыс пен өтетін өзінің арнайы жолдар бар балықтардың. Бұл жерде балық жоқ деп айтпаймыз, әрине балық болады. Жаңа айтып отырмыз ғой, енді ол әсер болады, әсер болмайды деп айтып жатқан жоқпыз, әсері болады. Асан мырза, жалпы жаңа бір слайдта айтып өттік, тек қана бұл солтүстік Каспий